Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге қойдың қабырғасы мен құйрық майдан жасалынатын дәмді қуырдақтың рецептісін ұсынамын. Менімен бірге болыңыздар және видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Жақсылап жуылып алған осындай құйрық майдың бөлігін аламын және қойдың қабырғаларын ортасынан бір кесіп алдым. Дәл осындай үлкен көлемде етіп қуырып қуырдағымызды жасайтын боламыз. Құйрық майды бірнеше бөлікке бөлдім. Үлкен де емес, кіші де емес. Қызып тұрған табаға салып, жаңағы қыздырып, шыжғырып алатын боламын. Соның үстіне еттерді салып пісірсеңіздер өте дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Дәл осылай етіп турап аламын. Қалған көкөністеріміздің барлығын өзіңізге қалаған пішінде турап алсаңыздар болады. Барлығын турап алдын ала осындай етіп дайындап қоямын. Көкөністің барлығын дәл осындай етіп турап алдым. Қазанымызды қыздырып аламыз да оның үстіне құйрық майымызды салып, жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Араластырып тұруды да ұмытпаңыздар. Сол кезде өзінің майы шығып, керемет иісі де шығады осы сәтте, құйрық майды қуырылып жатқан сәтте. Шамалы қуырылып болды-ау деп мінекей өзінің майы шығып жатқан кезде қабырғаларымызды да салып қуырып алатын боламыз. Бір араластырып жіберіп, қақпағын жауып, баяу отта қуырып алсаңыздар болады. Мінекей байқасаңыздар қуырылып жатыр. Енді осыны жақсылап біркелкі араластырып аламыз. Осы сәтте пияз бен болгар бұрышын салсаңыздар да болады. Бұларды өте қатты қуырмаймын, тек қана 1-2 минут жеткілікті. Өте қатты езіп қуырудың қажеті жоқ, қызарғанша. Шамалы ғана қуырып алатын боламыз. Содан кейін қалған көкөністерімізді қосамыз. Бір араластырып аламыз. Сәбізімізді, қызанағымызды, картоп барлығын бірден салып жіберемін. Осы сәтте қазанымызды жауып, демге қойып аламыз. Содан кейін бұл жерде мен 100 мл су құйдым. Су құйсаңыздар да болады, негізі құймасаңыздар да болады. Менде сорпалы болғанын жақсы көреді балдарым, сондықтан шамалы ғана су құйдым. Енді осының газымыздың астын шығарғаннан кейін қазанымыздың қатты қайнап жатырғанын күтуіміз керек. Содан кейін ғана 40-45 минутқа демге қойып пісіретін боламыз. Мінекей біздің қуырдағымыз дайын болды. Баяу отта 45 минут аралығында толықтай пісіп шықты. Иісі деген өте керемет, дәмді болып шыққаны көрініп тұр. Енді ұсынатын ыдысымызға сала берсек болады.
Байқасаңыздар, мен тұз қосқан жоқпын, өйткені алдын ала қабырғаларды тұздап алған болатынмын. Енді осының үстіне әсемдік үшін пияздарыңызды немесе укроптарыңызды қосып ұсынуға болады. Өте дәмді, керемет қуырдақ болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Егер менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.